Сәлем достар, сіздермен бірге мен Арука Микс. Менің видеома арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видео TikTok лайфхактарын тексереміз деп аталады. Және де бүгін мен сіздерге TikToktағы өте керемет әрі қызықты лайфхактарды тексеріп көрсететін боламын. Дәл қазір видеоның астына түсіп, менің Арука Микс YouTube арнама қызыл түсті подписаться деген батырманы басып тіркеліңіздер. Және де осы видеоның астына аямай лайктарыңызды басып жіберіңіздер. Келесі видеоның тезірек шыққанын қаласаңыздар, осы видеоның астында 10 000 лайк жинайық, және де менің арнамдағы тіркелушілердің санын тезірек 350 000-ға жеткізейік. Ендеше видеомызды бастайық. Ал енді бірінші лайфхакты тексеріп көретін боламыз. Бірінші стаканда көретін боламыз, стакан ең оңай. Жететін шығар. Лайфхакта көрсетілгенде ең алдымен шарик түрлейміз, және де осы стаканның үстіне былай жауып көреміз. Айныстар жарылып қалмаса екен. Жайлап желін шығарып тұрамыз, және де оппа! Лайфхак шын мәнінде жұмыс істейді. Я достар, көріп тұрсыздар, шын мәнінде тез-ақ бір 20 секундта шығар. Міне бірінші стаканда жұмыс істеді. Стаканды мына жаққа қойып қояйын. Мына камерадан сіздерге көрсетіп отырамын. Ал енді стаканнан кішкене ғана үлкенірек осындай my bottle алайын. Оған да лайфхакты жасап көретін боламын. Және де басып отырамыз. Оппа! Екінші my bottle-да лайфхак жұмыс істеді. Және де жақсы жұмыс істеді. Ыдыстарыңыздың қақпағын таппай жатсаңыздар, осылай шармен жауып қоюға болады. Екіншісін істедік. Екіншісі де шықты. Ал енді үлкен банка үшіншісі. Шарды үлкенірек қылып бірлейік. Міне бізде үшінші ыдыста, яғни банкада да бұл лайфхак жұмыс істеді. Көріп тұрсыздар, барлық жұмыс істеді. Ал енді сіздерге оларды қалай тез ашуға болатындығын көрсетейін. Сіздер жаңа TikTok видеосында да көрдіңіздер. Ең бірінші кішкентайынан бастайын. Бізде банка жабық тұр, осындай қақпағы шар. Ал енді оны үрлейміз. Тек қана үрлейміз. Ал енді екіншісін my bottle. Және де үшіншісін банканы. Қақпақ болып жабылады, одан кейін керісінше ашылады. Барлығы жұмыс істеді. Сондықтан да келесі лайфхакқа кеттік. Енді біз пияз сақиналарының ішіне жұмыртқаны қуыратын боламыз. Ендеше қуыруға кеттік. Міне менде пияз, және де қазір осы пияздан пияз сақиналарын жасайтын боламын. Сонымен қатар бізге әрине жұмыртқа қажет. Бұлардың орта жақтарын алып тастаймыз. Міне, орта жақтарын. Міне осындай пияз сақиналары, қанша қалайсыздар, соншама жасайсыздар. Міне менің жұмыртқам. Бірақ та мен бұны қазір араластыратын боламын. Өйткені менің сақиналарым кішкентай, және де мыналарға кішкене ғана бөлігін құйып отырамын.
Бізде барлығы пісті. Ал енді қазір барлығын шығаратын боламын. Лайфхак жұмыс істейді. Сіздер де жасап көріңіздер, мен қазір дәмін татып көретін боламын. Айтпақсыздар, дәл қазір менің анам дәмін татып көрді және де маған өте керемет болыпты деп айтты. Шынында да лайфхак жұмыс істейді екен. Менің әрине пияздарым майда болғанымен бұл лайфхак өте жақсы жұмыс істеді. Пияз сақиналардың ішіндегі жұмыртқаларым кішкентай болғанымен де өте әдемі, өте дәмді болып шықты. Келесі лайфхакқа кеттік. Ал қазіргі лайфхак үшін бізге осындай әппақ салфеткалар қажет. Сонымен қатар осындай доп-домалақ, стакан немесе бокал. Салфеткаларды ашайық. Ал енді достар, дәл тиктоктағыдай мына ұшағын ішіне қарай орналастырамыз, қалғандары астына қарап тұру керек. Ал енді достар, нәтижесін көрейік. Тарелканы алдым. Міне осындай гүл шықты. Осындай безендіргіш гүл. Мен негізі шын мәнінде мүлде ештеңе шықпай қалатын шығар деп ойладым. Бірақ та қараңыздар, бұл лайфхак шын мәнінде жұмыс істейді. Міне үйге қонақтар келген кезде осылай үстелдеріңізді безендіріп қойсаңыздар болады. Тек қана 1 минуттық лайфхак. Ал ендігі менің қайталайтын лайфхагым осы. Чипсы және де сушидің осындай таяқшалары. Ал енді сіздер ең алдымен чипсыды ашайын. Және де мысалы 1-2 жеген кезде менің қолым мына жақтары былғанады енді кәдімгідей. Мен чипсыды жедім кішкене. Және де міне достар, менің қолым кішкене бұлғанды, майланды, әрине чипсіден кейін сондай болады. Ал енді лайфхакты тексерейін. Суши таяқшаларын ашамыз. Міне. Ал енді онымен чипсыды алып көрейік. Менде чипсылар жұқа ғой. Міне достар. Әрине жұмыс істейді. Тек қана таяқшамен қолданылатын адамдарға, яғни мен онша қатты таяқшамен қолдана алмаймын. Сонымен қатар достар, менің алған чипсым жұқа, бірақ та лайфхакта кішкене бір қалыңырақ читоспа көрсетілген. Жалпы тиктокты бірден қарап лайфхак жұмыс істейді деп ойлауға болады. Бірақ та бұл лайфхак мен үшін жұмыс істемейді, себебі мен осындай таяқшаларды онша дұрыс қолдана алмаймын. Және де менің чипсым өте жұқа. Өте жұқа. Негізі көріп тұрсыздар тикток видеосында чипсы кішкене үлкенірек, қатты жұқа емес, үлкенірек және де қалың. Ал менікі міне осындай. Көріп тұрсыздар, айырмашылығы өте көп. Бірақ та егер де сіздер таяқшаны қолданатын болсаңыздар, міндетті түрде бұл лайфхак жұмыс істеуі керек. Бұл лайфхакты мен 50-50 қылып бағалаймын, яғни 50-50% жұмыс істеді. Міне біз ас үйдеміз, және де қазір берілген лайфхакты қайталайтын боламыз. Бізге керек осындай бір үлкен судың немесе сұйық майдың осындай ұстағышы. Және де мен қазір оны алу керек. Оны осындай қазан немесе сковородканың қақпағына іліп қоямын. Мен 5 литрлік ыдыстың осындай ұстағышын алдым. Ал енді ұстағышты алдым. Және де оны қараңыздар достар, бұл түспейді. Міне ыстықтан да қорғайды. Мысалы былай аласыздар, қайттан қоясыздар, бір жаққа іліп қоясыздар. Жалпы лайфхак жұмыс істейді. Алшымен достар, бүгінгі видео тамамдалды. Сіздерге бұл видеоның ұнағанына сенімдімін. Сондықтан да міндетті түрде осы видеоның астына лайк басып, арнама тіркеліңіздер. Келесі видеоның тезірек шыққанын қаласаңыздар 10 000 лайк және де тезірек 350 000 тіркелуші. Мен сіздерді өте жақсы көремін. Сіздерден тек қана лайк және де тіркелу, ал менен сіздерге осындай қызықты видеолар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.